Бір жыл Украинадағы соғыстың басталғанына тура бір жыл толыпты. Бір жылда, бұл жылда біз әрине қатты өзгердік. Біз сол Украинаның еңбектеген баласы мен еңкейген қартына дейін қатты өзгерткен жыл болды. Біздің құндылықтарымыз өзгерді. Бұл жерде тұру өте қауіпті, өйткені жанған және зымыран тиген, оқ тиген үйлердің қабырғалары шынын айтқанда әзер шыдап тұр. Будь ласка, можно мне, пожалуйста, горячий? Пожалуйста, пожалуйста. Якщо маєте по палатках одноразові стаканчики, принесіть, поділіться, будь ласка. У нас дефіцит. Өте дәмді. 10 жыл қатарынан өзім таспаға тартып келетін Украина азаттық үшін адуынды көршісімен арпалысып келетін рухты ел. Өзім куә болған 2013 жылғы майданнан бастап Украина қоғамы жемқорлықсыз, былықсыз, ең бастысы адам құқығы ескеріліп, заң жұмыс жасайтын ел болуды қалады. Толқындай тулап Киевтегі бас алаңға шыққан мыңдаған тағдыр сол кездегі биліктен ең алдымен осы тәртіптің орнағанын талап етті. Наш народ очень устал от беспредела власти. У нас пенсии минимальные, мы бесправные, никто не работает для людей. Вышли дети, беззащитные. Это не политический митинг был, они хотели лучшей жизни. Их убивали, их били в центре Киева, в центре Европы. Мы вышли на Майдан, потому что мы отстаиваем свои права. Вы здесь не увидите ни одного человека, пьяного, как там пишут, отребье, бомжи, которым нечего делать. Мы с работы вечером приходим сюда, мы приносим теплые вещи. Мы поддерживаем тех людей, которые имеют возможность здесь стоять, защищать наши права. Это наше будущее, поэтому мы приходим сюда каждый день. В першу чергу, насправді, відставка Кабінету міністрів, а вже якщо Янукович не приймає рішення підписання асоціації, це імпічмент президента. Він не виконує своєї обіцянки народу. Він дуже багато наобіцяв, і народ просто піднісся в знак протесту. Ми змучилися від цієї брехні, особливо молодь, які просто остогидло чогось кращого чекати від влади. Ми хочемо іншої влади, ми хочемо змін. Ми хочемо йти в Європу. Мы устали от, можно сказать, пережитка СССР. Мы хотим жить в Европе, жить по нормальным законам. Да, потому что мы уже не хотим жить как раньше. Понимаете, Украина уже повстала полностью. Вся Украина встала и не может терпеть уже больше этой власти. Бірақ сол кезеңдегі Украина президенті Виктор Янукович халық таңдауын жүзеге асыра алған жоқ. Европалық одақ емес кеңесті көкседі. Салдарынан 90 тәулікке созылып, бейбіт күнде 100-ден астам адамның өмірін жалмаған халық көтерілісі басталды да кетті. Украина қоғамы қасиетті азаттық үшін арпалысып, 100-ден астам адамы сол майданда қанға бөкті. Мұндай аламан халық ашуын тілшілік ғұмырымда мен әрине тұңғыш рет таспаға түсірдім. Здесь есть люди, которые собрались и высказывают свою точку зрения на том языке, на котором понимает наш президент, потому что по-другому, к сожалению, не доходит. Мы не знаем, сколько сегодня убито. И снайпера, я уверен, что они и сейчас сидят и смотрят на нас с лазеров. Они по всем крышам сидят, и они начали прицельно. Я уверен, что это не один снайпер работал. Получили команду сверху, чтобы отстреливать людей. Отстреливать, может быть, самых активных, для того, чтобы запугать остальных. Ал Янукович 2014 жылдың 26 ақпанында бағалы деген дүниесін ұшаққа тиеп ап, ақыры Ресейге безіп тынды. Ростовқа жеткеннен кейін ғана халық сотынан сытылып шыққан сарбаздың үні шығып, қалам сындыруға ғана қауқарлы екенін көрсетті.
Майданнан кейін дүр сілкінген Украина қоғамы қатты қалаған Европаға бір табан жақындай түсті. Янукович тақтан тайып, демократиялық сайлау нәтижесі бойынша ел тізгінін Порошенко ұстады. Украина тарихында тұңғыш рет Европалық одақпен визасыз келісімге қол жеткізді. Мы хотим, чтобы в первую очередь такие старшие друзья, как Россия, ни в коем случае не помогали нам ни советом, ни добрым словом, тем более никакой-будь помощью. Мы сыты по самое горло. Ұлтқа деген мұндай ұлы махаббатты солтүстік көрші санасына қондыра алған жоқ. 2022 жылдың 24 ақпанында Ресей жер аумағы өзінен 10 есе кіші тәуелсіз Украинаға қарсы соғыс ашты. Путиндік Ресей жендеттері енді Зеленский басқарған ел билігін бұл жолы неонацистер деп айыптап, қарумен бейбіт елді басып алмаққа асықты. Үйлерін үйіндіге айналдырып, даласын өртке орады. Бейбіт халық босқынға айналды. Сұмдық шайқастан жазықсыз адам қаны судай ақты. Так сложилась жизнь. Бір жыл өтсе де ұлы арпалыс әлі аяқталған жоқ. Ел мен жердің тұтастығы үшін, дербестігі үшін Украина күресін бір сәтте де доғармады. Алайда бір анық бар. Бұл соғыс Украина халқын және оның құндылықтарын түбегейлі өзгертті. Я перейшов повністю на українську мову. Я перевів повністю лікар, перевів повністю свою амбулаторію. У мене тепер всі там україномовні. Мене дуже змінила війна. Я стала сильнішим. Я залишилась у Києві до сьогоднішнього дня. І для мене це стало випробуванням на силу волі, на все. Я зрозуміла, що хтось має залишатись. І я одна з них. Я стала більш відкритою до людей. Я стала рішучою, як більше. І менше, мабуть, переживань стало, тому що я пережила багато панічних атак спочатку самого, тому зараз я більш спокійно до цього відношуся. Враховуючи те, що я вже двічі внутрішньо переміщена особа, то маю певний досвід, то змінила як мінімум географічно і фізично, а навчила, знаєте чому навчила? Ніколи не можна виключати того, що може статися будь-що. А ми раніше виключали це. Напевно, став більш серйозно відноситися до всіх речей. Почав більше цінувати те, що в мене є. Змінило в тому плані, що ми дуже сильно привикли до якихось вибухів, привикли до темряви. Тобто ми навіть зараз тренуємося, коли світла немає, ми тренуємося без світла, і у нас це вже якось ніж як привичка, щось таке сказати. А так то, я думаю, що ми не повернемося в те життя. Будемо зараз трошки інше. Йдемо вперед. Все-таки тепер живеш одним днем. Практично всі свої мрії не відкладаєш на завтра, а здійснюєш сьогодні. І, в принципі, напевно, що найбільше змінило те, що якесь більше прагнення до життя, більше хочеться яскравості, розумієш, скільки було можливостей до, і зараз їх, на жаль, немає. Зробила сильнішою, витривалішою, з впевненішими планами на майбутнє і чітким планом, що робити. Я стала сильнее, уверенней и больше стала верить в то, что все, что мы делаем правильно. Бажання не стати рабами, скажімо так. Не стати рабами і не жити в лайні, як це люблять росіяни. Ми хочемо жити в Європі, цивілізованій, нормальній Європі. Соседям по-другому уже становится как-то лояльно раньше было, сейчас вообще уже очень злой на них. Потому что много беды, много друзей потерял, конечно. И сам родом с оккупированной территории. Конечно, поменялось все.
Елбасына екі талай күн туғанда қазақ қоғамы да Украинаға қамқорлығын танытып келеді. 6-8 қанатты әппақ үйлер Буча, Харьков, Львов, Одесса мен Киевте бой көтерді. Біздің киіз үйлеріміз ең алдымен жылу, жарық және байланыстан тарығып отырған жергілікті тұрғындардың мұқтаждығын өтеуге арналып ашылды. Больше 3000 километров она и плыла морем, и ехала сухопутными дорогами. И машина в дороге обломалась, долго ехала, больше 2 недель ехала машина. Пока таможню прошли, таможенники мне ночью звонили, спрашивают, что там к вам за груз такой едет в Украину, потому что она заходила на благотворительные фонды. Я говорю, ну есть, ночью меня разбудили таможенники звонком, говорю, едут юрты. Они говорят, да, юрты, но мы первый раз такой груз видим, мы не знаем, что с ним делать, как таможить. Я говорю, никак не таможьте, это груз, который будет использован в благотворительных целях. И сегодня эта юрта уже установлена, и много горожан будет приходить сюда и обогреваться, пить чай и знакомиться с казахской культурой. Көңіл-күйіңіз қалай, Марат аға? Қазақ үй күшті жерге орналастырылыпты, я? Шевченкідегі біздің ауылда болған кісі ғой, осы аралда болған. Мен өзім Қызылорда облысыныкімін. Менің әке-шешем Арал ауданында тұрған. Шевченко көрмейсіз ба? Айналып сол Шевченкінің қасына кетті. Тамаша орын, тамаша жер, әдемі, күрішті басып жатыр менің сүйікті ағаларымның бірі Мәке деген. Киевке келсеңіздер міндетті түрде бұл кісі сіздерге өзінің ып-ыстық көңіл күйін білдіреді. Барлық украиналықтар бүгін біздің алаңда бала-шағасымен келіп қазақтың бауырсағынан дәм татып жатыр, көңіл күйлерінің алғыстарын жеткізіп жатыр. Соғыс басталғаны енді қазір Россияның кедергісінен бізде осы Киевте свет болмайды, су болмайды. Сондықтан осы біздің қазақ жерлестеріміз осы Киевке, Украинаға 6 киіз үй беріп жіберіп жатыр. Соны ең біріншісі осы Буча қаласында осы халықтар сол үйге келіп, киіз үйге жылынуға болады, телефондарын зарядтауға болады, ыстық шай ішеді. Сол арқылы осы киіз үйді тігіліп жатыр. Соғыс басталғалы осы Украина армиясына көмектесіп жатырық. Мына жерде біздің предприятиеміз бар жерде Бергеш деген қалада, тероборона дейді, Новодушевка деген қалада, солардың жаңағы қаладағы ұйымдарына көмектесіп жатырық. Мынау казахский общество дейді Украинада. Олар да қазір көп жұмыс істеп жатыр, барып әр аптада шығып тамақ береді, жаңағыдай киім, жылы киім біздің күні таратып жатыр, соларға да көмек беріп жатыр. Біз енді ештеңеден қалып жатқан жоқпыз. Қолдан келгенше көмектесеміз. Салам алейкум, құрметті жолдастар. Я сам родом с Казахстана, уже 35 лет живу в Киеве, работаю в Киевском национальном университете и очень рад и очень ценю ту поддержку, которую оказывает Казахстан Украине в эти тяжелые дни. Мне очень приятно, что братья, земляки делают все, чтобы поддержать Украину, украинский народ в эти тяжелые времена. И мне очень приятно видеть, что вот такое замечательное, пусть маленькое, но такое замечательное дело как раз делается. Ну и хочу передать привет родному городу Октября и центру мира городу Шубаркудук, если покажут. Всем привет! Как вам прием? Казахи, респект. Це наш український тризуб вам. Подяка, ви молодці, ви прекрасний народ. Соғысқа дейін Украинаның талай жерін көлігіммен аралап шыққан жайым бар. Шығыс, батыс, оңтүстік, орталық. Украинаның халқы өзімнің қазағым сияқты кең әрі қонақжай, жері құнарлы, әсіресе батыс өңірі, тау мен тасқа тұнып тұрған табиғаттың ең бір ерке мекені. Сондықтан бүгінгі фильмде мен қан төгіс емес Украинаның осындай әдемі өңірінде, әдемі жерінде таспаланған бейне қатармен аяқтағым келіп отыр.
Тағы бір атап өтерлігі, бүгінде ақпараттық соғыстың да жүріп жатқан кезеңі, жалған мәліметтер тасқыны желіден жүгенсіз беріліп жатқан сәт. Сондықтан осы тұста біздің де бес қаруымыз түгел болу керек деп есептеймін. Сондықтан фильмде мен өзім куә болған, өзім таспаға түсірген ақпараттарды ғана көрсетуге тырыстым. Менің айтарым әлі де көп. Қоңырауды басып, менің YouTube парақшама жазылыңыздар. Ал қазақ тіліндегі ақпараттың осылай эфирге шығуына қаржылай қолдау көрсетемін десеңіздер, мархабат, сілтемесін төменде көрсеттім. Өз тарапымнан мен осындай алғашқы тәуелсіз жобам жайлы сіздердің пікірлеріңізді тағатсыздана күтетін боламын. Ең үздік 10 комментарийге Украинадан менен ерекше сыйлық міндетті түрде болады.
менің оқырмандарыма не айтасыз? Аиданы қараңыз. Аида өте керемет адам, жан-жақты. Осы соғыс басталғаннан бері. Аманда де мен мақта деп айтқан жоқпын сізге. Егер де Киевке келіп жатсаңыздар, біздің қазақ үйге міндетті түрде Келіңіздер. Есігіміз ашық әрқашанда. Рахмет, Алматы.